Сәлеметсіздер ме? Алматы облысы Қарасай ауданы Жамбыл ауылындағы номер 2 орта мектебі. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз иондық байланыс. Оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаттары: иондық байланыстың түзілу механизмін сипаттау және иондық қосылыстардың қасиеттерін болжау. Сабақтың мақсаты: үй тапсырмасын пысықтау мақсатында жоғарыдағы тапсырманы орындаңыздар. Сәйкестендіріңіз. Жауабы: электртерістілік дегеніміз химиялық байланыс кезінде атомның электрон тарту қабілеті. Ковалентті полюссіз байланыс дегеніміз электртерістіліктер бірдей атомдар арасында түзілетін химиялық байланыс. Ковалентті полюсті байланыс байланыстырушы электрон жұбының бұлты. Электртерістілігі басым элемент атомына ығыса орналасқан байланыс. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз иондық байланыс. Иондық байланыс дегеніміз не? Оң және теріс зарядталған иондардың электростатикалық тартылысы негізінде түзілетін байланысты иондық байланыс деп атаймыз. Иондар қалай түзіледі? Натрий ионы қалай түзіледі? Натрий атомында 11 протон, 11 электрон бар. Жалпы заряды бұнда 0-ге тең. Бұл аяқталмаған сыртқы қабат болып табылады. Себебі жалпы аяқталу үшін оған тағы 7 электрон қажет болып тұр. Натрий элементіне басқа элементтен 7 электрон тартып алғанға қарағанда өзінің сырттағы 1 электронын беріп жіберу әлдеқайда тиімді болып табылады. Нәтижесінде 1 электрон жоғалтады, ол 11 протон, 10 электрон болып қалады. Бірақ жалпы заряды плюс 1-ге тең болады. Плюс дегеніміз ол катион деп аталады. Нәтижесінде аяқталған сыртқы қабат болады. Ол 2 және 8. Тор ионы қалай түзілетінін қарастырайық. Тор атомы 9 протон, 9 электрон. Жалпы заряды 0-ге тең болып тұр, бірақ аяқталмаған сыртқы қабат. Тор элементі біз білеміз 7-ші топта орналасқандықтан сыртқы энергетикалық деңгейінде 7 электронмен қапталған. Оның жалпы толысу үшін тағы 1 электрон жетпей тұр. Аяқталмаған сыртқы қабат болып тұр. Тор элементіне 1 электрон өзіне қосып алу арқылы тор ионы 9 протон, 10 электрон болып. Бірақ жалпы заряды минус 1-ге тең болады. Минус ол анион. Міне суретте көрсетіліп тұр. 1 электрон қосып алу нәтижесінде ол 2 және 8 электронмен толысады аяқталған сыртқы қабатпен, бірақ өзі минус зарядқа ие болады. Енді екінші топ элементтерін қарастырайық. Оның ішінде магний ионын қалай түзілетінін. 12 протон, 12 электрон бар. Жалпы заряды 0-ге тең. Магний элементі екінші топта орналасқан элемент, оның сыртқы энергетикалық деңгейінде 2 электрон бар. Ол аяқталмаған сыртқы қабат болып тұр. Бұл жерде айта кететін жағдай, металдар мен бейметалдардың ерекшеліктері бойынша электртерістіліктер металдар өзінен электрон беріп жіберуге бейім болады, ал бейметалдар өзіне электрон қосып алуға бейім болады. Магний элементінде 2 электрон өзінен беріп жіберіп, 2 электрон жоғалтып, магний ионы 12 протон, 10 нейтронға. Жалпы заряды плюс 2-ге тең болады. Нәтижесінде аяқталған сыртқы қабат 2 және 8. 2 плюс тотығу дәрежесіне ие болады. Күкірт ионын қарастырайық. Күкірт бізде 6-шы топта орналасқан элемент. Күкіртте 16 протон, 16 электрон бар. Жалпы заряды 0-ге тең болып тұр. Аяқталмаған соңғы қабатта қарап тұрсаңыздар, мұнда аяқталу үшін бізге тағы 1 және 2 электрон қажет. Күкірт бізде бейметал болғандықтан, міне өзіне электрондарын қосып алуға бейім болады. Ол 2 электрон қосып алып, күкірт 16 протон, 18 электронмен қапталады. Нәтижесінде жалпы заряды минус 2-ге тең болады. Мұнда жұлдызшалармен қосылатын 2 электронды көрсетіп тұр. Нәтижесінде 2, 8, 8, бірақ заряды минус 2-ге тең болып, аяқталған соңғы қабат болып табылады. Енді ион зарядтарын есептеңіз деп тұр. Әр элементтің зарядын анықтаңыз.
Электрондардың таралуы бойынша біз білеміз олардың электрондық формуласын. 2 деңгей бойынша, деңгей қабаттары 2, 8, 8, 2. Ол 2 дегеніміз ол ең сыртқы деңгейі бойынша сутегіде біреу, фосфорда 5 электрон, фторда ең сыртқы қабатында 7, бериллийде 2. Енді ион зарядтары. Кальций бізде металл болғандықтан, оның сыртқы 2 электронын ол металл беріп жіберуге бейім болады. Өзінің 2 электронын жоғалтып, нәтижесінде плюс 2 зарядқа ие болады. Сутегі плюс 1 тотығу дәрежесі. Фосфордың сыртқы деңгейінің толысуы үшін бізге тағы 3 электрон қажет. Өзіне 3 электрон қосып алу нәтижесінде ол минус 3 зарядқа ие болады. Фторды біз жаңа ғана қарастырдық, ол 1 электрон қосып алу нәтижесінде минус 1 тотығу дәрежесіне ие болып тұр. Бериллий элементі, мұнда бериллий сырттағы 2 электрон жоғалтып, нәтижесінде плюс 2 зарядқа ие болып тұр. Енді иондардың байланыс түзілу механизмі, айшықтар мен нүктелер диаграммасы. Натрий және хлор элементін біз жаңа ғана қарастырып өттік. Енді айшықтар мен нүктелер арқылы натрий мен хлордың қосылысы. Натрийдің 3-ші деңгейіндегі 1 электрон хлорға келіп орнығып, нәтижесінде натрий оң зарядқа, хлор теріс зарядқа ие болып тұр. Мұнда қарастырайық мұны. Натрий элементінің сыртындағы 1 электрон келіп хлор элементіне келіп орнығады. Нәтижесінде натрий атомында 2 және 8 электронмен, ал хлор атомы 2, 8, 8 болып толысады. Міне. Натрийдің мұнда 1 электронын алып, оны хлор элементі қосып алады. Нәтижесінде 2, 8, 8 электрон тасымалданады. Енді магний хлоридінің түзілу механизмін қарастырайық. Мұнда магний бізде білеміз 2-ші топта орналасқан, ең энергетикалық деңгейдің ең сыртқы қабатында 2 электрон бар. Хлор, біз галогендерді білеміз, жалғыз жазылғанда олар 2 атом болып жазылғандықтан хлор 2. Енді олардың сыртқы энергетикалық деңгейі бойынша 1 электрон жетпей тұр. Магнийдің 1 электронын мына хлор алса, 2-ші электронын мына жақтағы хлор атомына келіп орнығады. Нәтижесінде магний хлор 2 деген бізде қосылыс түзіледі. Мінеке, қарайық. Міне, бұл жердегі 1 электронын мына хлор алса, 2-ші электронын төмендегі хлор атомына келіп орнығып тұр. 2 электронын беріп жүрген магний бізде 2 плюс зарядқа ие болады, ал хлор минус зарядқа ие болып тұр. Бүгінгі тақырып түсінікті болса, жеке жұмыс бұл жерде берілген қосылыстардың түзілу механизмін, нүктелер мен айшықтар диаграммасын салып, осы молекулаларды модельдеңіздер. Бұл жерде қызыл түспен берілгендер қыздар орындайды, натрий оксиді және кальций оксиді, ал жасыл түспен ұлдар орындайды, калий сульфиді, магний хлориді. Нүктелер мен айшықтар диаграммасын салу арқылы түсіндіресіздер. Келесі шын немесе жалған тапсырмасы. Бірінші, атом электрон қосып алғанда немесе жоғалтқанда ион түзеді. Шындық. Азот атомы тұрақтылыққа жету үшін 4 электрон қосып алады. Жалған. Металл атомы электрон жоғалтқанда оң зарядталған металл ионын түзеді. Шындық. Катиондар мен аниондар арасында электростатикалық тартылыс әсерінен иондық байланыс түзіледі. Шындық. Кальций атомы 2 электрон қосып алып, кальций 2 плюс ионын түзеді. Жалған. Себебі кальций атомы 2 электрон қосып алмайды, ол 2 электронын беріп, кальций 2 плюс ионын түзеді. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.